Көріп тұрсыздар ма, су жоқ. Дәл осы көрініс бүгін мен тұрып жатқан Ақши ауылындағы әрбір үйдің шындығы. Күн ысып, жан-жануар да, адам да бір жұтым суға зар болған шақта бүкіл ауыл тағы тасымал суға қарап, шелектеп су тасып, тентіреп кетті. Мұны айтып отырған тек осы ауылдың тұрғыны емес, бұл сіздер сайлаған депутаттың, заңгердің жан айқайы. Себебі халықтың шыдамы шегіне жетті, уәдеге тоятын уақыт бітті. Ең сорақысы не білесіздер ме? Біздің Ақшиде халықты сумен толық қамтамасыз ету тиіс 3 бірдей үлкен су сорғыш бекеті, яғни водокачка бар. Ресми қағаздарды ашып қарасаңыздар, миллиондаған қыруар бюджет қаржысы бөлінген. Бәрі дайын, бәрі керемет, ал іс жүзінде ол миллиондардың қайда кеткенін, жүйенің жоқтығынан, бәрі қалай шала жасалғанын қазір өз көздеріңізбен көресіздер. Міне бірінші нысан бөлінген қыруар ақшаның сиқы. Құрылыс кезінде технологияның дұрыс сақталмауынан бұл жердің асты обвал болып шөгіп кеткен. Соның салдарынан қазір бұл жерден халыққа баратын су лайланып, ішуге мүлдем жарамсыз болып тұр. Жұмыс үстіртін бақылау жоқ, бәрі шала. Ал мынау екінші нысан жаңадан салынып жатқан ИЖС, яғни тұрғын үй құрылысы аумағындағы водокачка. Мұны тұрғызуға да мемлекеттен тағы да миллиондаған қаржы жұмсалған. Бірақ бұл нысан ауыл халқына бір күнде, бір секундта қызмет еткен жоқ. Неге десеңіз, мұнда ашықтан ашық тонау болған, ең қымбат, ең негізгі су насостарын ұрлап әкеткен. Нысан іске қосылмай қаңырап бос қалды. Мемлекет ақша бөлгенде қайда қарап отырды? Осыған жауапты мекемелер не істеп отыр? Бұл нысандардың бәрін қазір Алатау Public Utilities деген ЖШС ТО басқарып отыр, қызмет көрсетіп отыр, яғни обслуживание жасау керек. Бірақ біздің жүйесіздіктің, жауапсыздықтың, көзбояушылықтың зардабынан халық зардабын шегіп отыр. Мемлекеттің миллиондары желге ұшты, ал халық шөлдеп сусыз отыр. Мен депутат ретінде де, осы ауылдың азаматы ретінде де бұл бассыздыққа үнсіз қарай алмаймын. Дәл қазір мен осы заңсыздықтар бойынша Еңбекшіқазақ аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне ресми депутаттық сауал жолдап отырмын. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі осы водокачкаларды салуға халықтың ақшасын жұмсаған тікелей тапсырыс беруші және бақылаушы орган. Мен олардан ресми түрде келесі сұрақтарға жауап талап етіп отырмын. Біріншіден, осы нысандарды мемлекеттік қабылдаудан өткізген кезде техникалық қателіктер неге ескерілмеген? Жер шөгіп судың лайлануына кім кінәлі? Екіншіден, ИЖС жақтағы тоналып насос ұрланған водокачка бойынша неге осы уақытқа дейін қылмыстық іс қозғалып, мердігерлер мен жауапты мекемелер неге жауапқа тартылмаған? Мемлекет мүлкін кім тонатты? Үшіншіден, Ақши ауылының халқына таза ауыз су нақты қай күні, қай сағатта беріледі? Және су қосылғанша ауылға кесте бойынша су таситын көліктер, водовоздар шұғыл ұйымдастыруды талап етемін. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі және Алатау Public Utilities компаниясы заң бойынша бұл сауалға жалтартпай нақты жауап беруі тиіс. Көз бояушылықпен есеп беретін, халықты алдайтын заман өткен. Егер бұл мәселе шұғыл шешілмесе, мен бұл істі аудандық прокуратураға дейін жеткізіп, кінәлілерді заң алдында жауапқа тартуға атсалысамын. Ақшиге таза су келіп, әр үйдің кранынан су аққанша мен бұл мәселені тоқтатпаймын. Бұл менің азаматтық міндетім деп санаймын. Мәселенің анық-қанығын
бірге бақылаймыз. Сол үшін видеомен бөлісіп отырыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.